Кеше бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Аяулы аналар аңғар. Сіздерді әйел затымен байланысты тамаша көктем мерекесі 8 наурызбен шын жүректен құттықтаймын. Алғашқы көктем мерекесі жер бетіне өмір сыйлаушы нәзік, ақылды, сымбатты, мейірімді жандарға арналған қандай тамаша мереке. Жаныңыз көктемге жайдар болсын. Әрбір жаңа күн қуаныш пен эмоция сыйласын. Өзіңізге қамқорлық жасап, аз уайым, позитивті көңіл күйде болсын. 8 наурыз мерекеңіз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, мол бақыт және қуаныш тілеймін. Әр күніңіз шуақты, жүрегіңіз жылулығына толы болсын. Жан жылуыңыз ешқашан сүнбесін. Мерекеңіз құтты болсын. Табиғаттың өзі көктем мерекесі сіздер үшін тарту еткен сияқты. Сізге қаншалықты сұлу екеніңізді және балаларыңыздың шексіз сүйетіні туралы қайта айтқым келеді. Әрқашан бақытқа бөлініп өміріңіз ұзақ болсын. Сіз менің өмірімдегі ең жақын жанды 8 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Сізді барлық жүрегіммен көктемнің сұлулық мерекесімен құттықтаймын. Сіздің әр күніңіз қуанышпен нұрмен өтсін. 8 наурыз құтты болсын. Ақылыңызды аямағаныңыз үшін алғысым шексіз. Сондықтан жыламағын, бармын ғой, тірімін ғой қасындамын, өлмеймін мен өзіңдей асылдамын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тозбасыңа. Екі жырдың бірін жазсам саған арнап, шешеді жазымды сөз басына. Ой тәңірім кеше бөлсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербе-тербе, қубат алды тілеген кесіміңді. Аналар, біріншіден сіз білетқаныңызды құттықтаймын. Әрқашан балалардың секілді мұғалімі абайын жүргеніңіз бала жақсы біледі сізді. Әрқашан жолыңыз ашық болып, алла берекесін берсін. Қыздардың келе жатқан мейрамдарымен құттықтаймын сіздерді. Дендеріңіз сау болсын. Оқу сабақтарында 5-пен оқыңдар. Айтады ғой, достың алды емес, арты емес, ортасы болыңдар деп, ортасында жүріп әрқашан. Тек қана алда келе жатқан үлкен өмірге қадам басып жатсыңдар ғой. Ертең оқуға түсу, НТ, қазір мен өзім 11-ші класста сыныпта қызым бар, өте қиын қыздар. Сыпаған жүрекке сенмен алаңып күн ана, әрдайым уақыт бөліп шабыт беріп көңіліме қарадым. Я мама, сөзің алтыннан бағалы бар мені, біз үшін жаныңды арнадың бәрі де, сенің арқаңда жан. Wow!